Салем достар, сіздерге бүгін оңай және тез жасалатын пиццаның рецептін көрсетемін. Ол үшін біз 2 дана жұмыртқаны алып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 3 қасық майонез қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене-кішкенеден 6 қасық ұн салып отырып, жайлап араластырамыз. Жақсылап әбден араластырып, оймалжың қамыр жасап аламыз. Қамырымыз дайын, енді салмасын дайындаламыз. Ол үшін бізге колбасаны жіңішкелеп тураймыз. Бұл қамырды 2 пиццаға қолданғанымыз үшін, себебі қамырыңыз қалың болып, сковородкада піспей қалып шикі болуы мүмкін. Қиярымызды жіңішкелеп турап аламыз. Қызанағымызды ортасынан 2-ге бөліп, жіңішкелеп турап аламыз. Табамызды жұқалап майлап, үстіне жаңағы дайын қамырымызды саламыз және оны қасықпен әдемілеп тегістейміз. Қамырымызды жайып болғасын, үстіне 2 қасық майонез және кетчупымызды салып, көзіне жағамыз. Үстіне колбасамызды, одан қиярымызды, қызанағымызды салып, үстіне үккішпен сырымызды түркілейміз. Пиццамызды жай отта 5-7 минут қойып пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.